Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте керемет қысқа сақтауға арналған салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл салаттың басқалардан ерекшелігі ешқандай қуырылмайды. Барлығын турап араластырып, банкеге салып сақтайтын боламыз. Достар, осы бір ерекше салатты сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 40 қабат, қалауыңызға қарай ас көкті қоссаңыздар да болады. Сәбіз, пияз, ащы қызыл бұрыш, сарымсақ, болгар бұрышы, қызанақ, қияр және кептірілген ірі қара бұрыш пен лавр жапырағы қажет болады. Ең бірінші ас көгіміз жақсы тазаланып жуылып шығу үшін осындай 9% уксусты пайдаланамыз. Бір шай қасық уксусты аскөк салынған суға салып қойдым. Осы қалпында жарты сағаттай тұрады. Сол кезде біздің аскөгіміз жақсы жуылып шығады. Осы арада салатымызға қосатын көкөністеріміздің барлығын турап дайындай береміз. Мен болгар бұрышын видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұзынша етіп турадым және 2 түсін пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қызыл немесе тек қана жасыл түсін пайдалансаңыздар да болады. Мен салаттың ішінде әдемі болып көрініп тұрсын деп 2 түсін бірден пайдаланып жатырмын. Турап болғаннан кейін барлығын өзімізге ыңғайлы кеңдеу ыдысымызға салып жинайтын боламыз. Келесі кезекте қиярды тураймын. Қиярдың теңдей ортасынан бөліп алып, әдемі әрі сәнді көріну үшін осындай арнайы кескіш құралмен кесіп алдым. Бұл құралмен кесу міндетті емес, пышақпен кесіп қоса берсеңіздер де болады. Қатты қалың да немесе жұқа да емес, орташа қалыңдықта турап алдым. Болгар бұрышының үстінен саламын. Одан соң 40 қабатты тураймыз. 40 қабатты мен кішкене ұзынша етіп, әрі жұқалап турадым. Қатты ұзын емес, жеуге ыңғайлы болатындай қысқа етіп турап дайындап алдым. Сәбізді арнайы кәріс салатын өткізуге арналған үккіштен ұзынша етіп өткізіп дайындап алдым. Достар, қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден аз немесе көп етіп жасай берсеңіздер болады. Қызыл ащы бұрыштан біреуін ғана қостым. Ішіндегі дәнегімен бірге турайтын боламын. Сол кезде ащылығы өте жақсы шығады. Пиязды 2-ге бөліп турасаңыздар болады. Менің пиязым кішкене үлкен жеу болғандықтан 4 бөлікке бөліп турадым. 1 пияз және 2 тісше сарымсақ пайдаландым. Сарымсақты қолмен ұсақтау етіп тураймын. Сарымсақ біздің салатымызға өте керемет дәм береді. Қызанақты 2 немесе 3 бөлікке бөліп ұзынша етіп тураймын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ірілеу етіп тураймыз. Себебі бұл қызанақ өте тез езіліп кетеді. Аскөкті жаңағы уксус қосылған суға тазалап жуып болғаннан кейін ағынды суда тағы бір шайып аламыз. Одан кейін барынша ұсақтау етіп турап алатын боламыз. Аскөкті қосу міндетті емес, кейбір ұнатпайтын адамдар болады. Ондай жағдайда қоспай қойсаңыздар да болады. Осымен көкөністеріміздің барлығын турап дайындап болдық. Енді аспирин қышқылын қосамыз. Бұл аспирин қышқылын қосудағы мақсатымыз біздің банкымыз атылмай қысқа дейін жақсы сақталу үшін қосамыз. Оқтаумен үстінен басып жіберетін болсаңыздар тез езілетін болады. Мен 4 дана аспирин қостым, яғни 1 литрлік банкеге 1 дана аспириннен қосамыз. Егер сізде аспирин жоқ болған жағдайда аспириннің орнын уксуспен алмастырсаңыздар да болады. Бірақ мен уксустың орнына аспиринді пайдаландым. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 1 ас қасық тұз қостым және жақсылап араластырамыз. Осы кезде салатымыздың тұзы, аспирины еріп, кішкене су шыға бастайды. Ең соңында 200 грамм сұйық майды отқа қойып 1 тұшытып аламыз, яғни 1 қайнатып алып, осы салатымыздың үстінен құйып шығамыз. Тағы бір жақсылап араластырып, бетін леген немесе тарелкамен жауып, 2 сағат уақытқа қалдырамыз. Осы сағат аралығында салатымыздың суы шыға бастайды. Салатын банкілерімді чайникке булап, стерилдеп дайындап алдым.
2 сағаттан соң салатымызды ашып қарадық. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өзінің сондай көп су шыға бастады. Стерилденген банкымыздың түбіне лавр жапырағынан 1 дана және 3-4 дана кептірілген ірі қара бұрыштан қосып, дайын тұрған салатымызды салып бастаймыз. Салатты қолымызбен басып барынша тығыздап сала береміз. Себебі қазір бір қайнап шыққаннан кейін кішкене көлемі азая бастайды. Барлық салатымызды осылайша салып шықтық. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Салаттың барлығын салып болғаннан кейін түбіндегі қалған суын теңдетіп барлығына бөліп құйып шықтым. Банкілердің қақпақтарын жай жауып, қайнататын ыдысымыздың астына міндетті түрде сүлгі немесе мата төсеп, банкілеріміздің барлығын осы кастрюльдің ішіне жайғастырамыз. Ішіне салқын суды қатты толтырмай, банкінің мойнындай етіп құйып алып, қатты отта суымызды 1 рет қайнатып аламыз. Суымыз 1 рет қайнап шыққаннан кейін оттың астын орташа етіп қойып, осы қалпында 50 минут бойы қайнатып алдым. Салатты егер сіздер 2 литр банкіге жасап жатқан болсаңыздар, 1,5 сағат бойы қайнату қажет болады. Бір қайнап шыққаннан кейін банкінің қақпақтарын осындай банкі жапқыш құралмен жақсылап жауып шығамыз. Міне біздің салатымыздың түсі де түрі де өте әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер және менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыздар, қыстық түрлі салаттар мен бүтін банкілердің түрін таба аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз.